Бәріңе сәлем, сіздермен бірге жадыра. Бүгін сіздерге бір қызықты тақырыпты ширатып тарқатайын дедім. Ол не десеңіз, ол армандар қалай орындалады деген тақырыпта әңгіме қозғаймын. Ең алдымен армандар орындалу үшін адамда арман болу керек. Яғни бірінші мәселе, адамдар не қалайтынын білмейді. Бұл өте маңызды бір қадам армандардың орындалуында. Яғни алдымен адам өзінің жан дүниесінде не болып жатыр, шын мәнісінде ол нені қалайды, соны алдымен анықтап алу керек. Бұл армандардың орындалуындағы алғашқы қадам. Ал екінші қадам не десеңіз, екінші қадам адам көзіне елестетіп қана қоймай, арманы қандай болатынын. Ол арманы жүзеге асып орындалған кезде оның өмірі қалай өзгереді, ол өзін қалай сезінеді, соны адам ұғынуы керек. Ұғынғаннан бұрын адам соны шын жүрегімен, жанымен, тәнімен сезінуі керек. Үшінші қадамға келетін болсақ, бұл да өте бір маңызды қадамдардың бірі, яғни адамнан әрекет талап етіледі. Егер адам әрекет етпесе, арманына жету жолында белгілі бір қадамдар жасап, белгілі бір істі атқармаса, ештеңе өкінішке орай болмайды. Тіпті өкінішке орай деп те айтудың қажеті жоқ шығар, бұл керісінше қуанышымызға орай. Себебі біз өзіміздің әрекетіміз арқылы осы өмірімізді өзгерте аламыз. Яғни өзіміздің өмірімізді өзгерте аламыз. Ең бастысы сол емес пе? Адам әрекет еткен сайын алдында жаңа жолдар, жаңа тараптар шыға бастайды. Сол кезде адам өзінің не қалайтынын естен шығармай, өмірдің беріп жатқан жаны қаламайтын нұсқаларына адам ешқашан келіспеу керек. Егер де ол келіссе, өзінің жаны қаламайтын бір затқа, онда ол өзінің таңдаған жолынан тайып кетеді. Бұл деген ол қайтадан өз орнына қалпына келе алмайды деген сөз емес. Дегенмен де алдынан кедергі шығып, басқа бір жаны қаламайтын нұсқалар шыққан кезде адам одан бас тарта білу керек. Яғни бұл кезде адамға керек болатыны жай ғана табандылық, өзінің арманына деген сенім және де сол арманның орындалуындағы өзінің лайықтылығына адам сенімді болу керек. Және де жоғарыда айтып кеткен барлық әңгімеге қосарым біреу ғана, өздеріңіздің лайықты екендеріңізге сенімді болыңыздар. Сіздер бұл дүниеге келгендеріңіздің өзі, сіздер лайықты екендеріңіздің айғағы. Бақытты болыңыздар, қолдарыңыздан барлығы келеді, армандарыңыз орындалсын, жан дүниеңізде гармония орын алып, саналы өмір, бақытты өмір сүрулеріңізге шын жүрегіммен тілектеспін.